Өңіріміздің диқандары астық жинау науқанын толық аяқтап отыр. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров мәлімдеді. Сөзінше 3 миллион 200 мың гектар жерден 5 миллион 425 мың тонна дәнді дақыл қамбаға құйылған. Алқаптардағы орташа шығымдылық центнеріне 16,9% құрап отыр. Кейбір аудандар бар бізде 20 центнер орта өнімнен асқан, ол жаңағы Жамбыл ауданы, Айыртау ауданы, Қызылжар ауданы, сол сияқты аудандар. Биылғы жылға істелінетін жоспар бойынша жұмыстар барлығы да уақытында атқарылды. Ендігі жылға 2016 жылға тұқымдарды 100% қамбаға құйып салып қойдық. Биылғы жылы нарықта баға бидайдікі 38-ден 42 мың теңгеге шейін. Корпорация бүгінгі күні 42 мың теңгеден бидайды алып жатыр. Бүгінгі алған кредиттер 30% қайтарылды. 5 миллион тоннадан біз ойлаймыз жыл сайын орташа 2-2,5 миллион тонна экспортқа шығады. Қалғаны мына жерде тұқымға қалады, пайлары бар таратылатын, мал шаруашылығына кететін бар, ішкі потребностіміз бар. Дәнді дақылдардың шамамен 40%-ы 3-ші сұрыпты бидай болса, қалғандары 4-ші және 5-ші сұрыптардан құраған. Әкімдіктегілердің сөзінше қазір жиналған астықты элеваторларға әкелу қарқынды жүріп жатыр. Ал облысымызда бидай сақтайтын 54 лицензияландырылған элеватор жұмыс істеп тұр екен. Солардың бірі сыйымдылығы 93 мың тоннаны құрайтын Сұлтан Диірменнің элеваторы. Қазір мұнда 30 мың тоннадан астам дәнді дақыл қамбаға құйылыпты. Пшеница твердая поступает у нас. Бидай бізге өңіріміздің әр ауданынан, Қостанай, Ақмола облыстарынан да келіп жатыр. Бидайдың сапасы да әртүрлі. Негізінен 3-ші, 4-ші сұрыптағы бидай. Кейбір жерлерде тіпті ылғалдылық та жоғары. Әкімдіктегілердің сөзінше сонымен бірге майлы дақылдарды қар түскенше жинау жұмыстары жалғаса бермек. Айта кеткен жөн, өңірімізде майлы және дәнді дақылдарды егетін 4 мыңнан астам шаруа қожалықтары мен 668 мың серіктестік бар.